Армысыздар ма құрметті ағылшын тілін және музыканы жақсы көретін көрермендер. Сіздермен наконец-то ағылшын тілі пәні мұғалімі екенін есіне түскен Шерхан Мұстафа. Сіздермен бүгін Дрейктің жаңадан шыққан, ал Дрейк кім деп жатсаңыздар бірінші әні, ал мынау екінші әні. Енді естеріңізге түскен болар. Осы Дрейктің Tusi Slide әнінің кейбір тұстарын талдайтын боламыз. Black leather glove, no sequence. Black leather glove, no sequence. Қара былғары қолғап, жылтырақтары жоқ дейді. Бірақ бұл жерде Дрейк Майкл Джексонға отсылка жіберген болуы мүмкін. Өйткені Майкл Джексон білесіздер, ақ қолғап және де жылтырақтары бар қолғап киіп жүретін. Buckles on the jacket, it's a leak shit. Buckles қыстырғыш, яғни куртканың қыстырғыштары бар. Nike crossbody got a piece in. Nike crossbody. Бұл жерде өзіміз үйреніп қалған Nike-тың негізгі атауы Nike екенін білеміз, және де crossbody дегеніміз алдымызға тағып алатын кішкентай сумкамыз аталады. I'ma show you how to get it. I'ma show you how to get it. Мен саған қалай билеу керектігін үйретемін дейді. Ама деген бұл жерде I'm going to, яғни үйретейін деп жатырмын деген сөз. Right foot up, left foot slide. Оң аяғымызды көтереміз, сол аяғымызбен сырғанаймыз. Left foot up, right foot slide. Сол аяғымызды көтереміз, оң аяғымызбен сырғаймыз. Деу арқылы Дрейк YouTube-қа, TikTok-қа жаңа челлендж жіберді, бейінде көрсетті. Көрсеңіздер болады. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Solo niggas on a YOLO for real. Бұл жерде YOLO деген сөзге назар аударайық. YOLO дегеніміз You only live once деген сөз. Next time guarantee the truth will get revealed. Next time guarantee, келесі жолы гарантия беремін, the truth will get revealed. Шындықтың беті әшкереленеді, ашылады. Reveal деген бұл жерде алдында белгісіз болған нәрсенің алғаш ашылуы, қалай енді? Шындық болуы, көрінуі. Осымен бүгінгі Tusi Slide әнінің талдауы бітті. Видео ұнаса да, ұнамаса да сіздерді комментарий жолағында күтемін. Нүкте болса да қойып кетіңіздер.